Сәлеметсіздер ме, колледждің білім алушылары? Бүгін психология пәні, Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің психология пәнінің оқытушысы Ринат Макенұлы. Сабағымызды бастамас бұрын назарларыңды мына бір бейне материалға аударамын. Адамшылықтың алды махаббат, ғаділет сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ, кіріспейтұғында жері жоқ. Ол жаратқан Тәңірінің ісі, бұл ғаділет махаббат сезім. Кімде көбірек болса, сол кісі ғалым, сол ғакил. Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз. Жаралып, жасалып қойған нәрселерді сезбекпіз, көзбен көріп, ақылмен біліп. Абай психологиядан арнайы еңбек жазбаса да, оның көптеген өлеңдері мен қара сөздерінен осы ғылымның сан алуан мәселелеріне байланысты көңіл аударарлық түрлі ой пікірлерді табу қиын емес. Ойшыл ақын шығармаларында жалпы психологияның жан мен тәннің ара қатынасы, адамның психологиялық даму жолындағы тәрбие мен білімнің атқаратын қызметі, сондай-ақ бала психологиясы мен қоғамдық психологияның жекелеген мәселелерде көрініс тапқан. Өткен тарауларда адамның танымының ерекше орын алатын психикалық процестер жеке-жеке талданды. Осы процестердің әрқайсысы сыртқы дүние заттары мен құбылыстарын бейнелеудің түрлі формалары екені. Бұлар бізге айналамызда әр қырынан танытатыны, әрқайсының өзіне тән ерекшеліктер мен заңдылықтар бар екені қарастырылған. Адам реалдық дүниені тек танып қоймайды, оған өзінің қатынасын білдіріп отырады. Ол бір нәрсені ұнатады, біреуді жақсы көреді, екінші біреуге салқын қарайды. Бір сөзбен айтқанда, өз қажеттеріне қарай айналасына түрлі көңіл-күй білдіріп отырады. Осыған байланысты бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы эмоция және сезім. Педагог ғалым Төлеген Тәжібаев: эмоциялар адамның тұрмысында үлкен орын алады. Олар адамға адамдық сипат беріп, оның әрекетін жылытып, көрік беріп отырады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты білім алушыларға эмоция және сезімнің негізгі қасиеттері, сонымен қатар эмоция мен сезімнің түрлері туралы толық түсінік беру. Тақырып бойынша қаралатын сұрақтар: эмоциялар мен сезімдер туралы жалпы түсінік, күрделі эмоциялар, жоғарғы сезімдер, сезім саласындағы дара айырмашылықтар. Эмоция адам мен жануарлардың сыртқы және ішкі тітіркендіргіштер әсерінің реакциясы, қоршаған орта мен қарым-қатынас негізінде пайда болатын көңіл-күй. Эмоцияларды бірнеше топқа жіктеуге болады. Олар жағымды немесе ұнамды эмоциялар, жағымсыз немесе ұнамсыз эмоциялар. Жағымды эмоциялар бұлар адамның тіршілік қажетіне орайлас, оның ішкі өмірінің шарықтап жан-жақты өсу шарттарының бірі болып табылады. Оған қуаныш, сүйіспеншілік, көңіл қоштықты жатқызамыз. Жағымсыз эмоциялар бұлар белсенді әрекетке азды көпті нұсқан келтіретін қорқыныш сезімдер. Олар қорқыныш, қайғы, абыржу, үрейлену, үмітсіздену. Эмоциялық құбылыстардың табиғатын түсіндіру ерте кезден бастап әр уақытта ойшылдар мен ғалымдарды қызықтырған. Ертеде философияда, мысалы, эмоциялық үрдістер мен құбылыстарды танымның ерекше түрі ретінде, өмірінде эмоцияның мәні мен маңызын түсіндіретін алғашқы кең тараған теорияның бірі ағылшын ғалымы Чарльз Дарвин ұсынған. Шындығында бір-біріне ешқандай жақындамайтын, әртүрлі тарихи кезеңдерде өмір сүрген мәдениеттер мен халықтарға қатысты адамдардың эмоциялық экспрессивті мінез құлқын талдап қарағанда, ең алдымен мимикасында, дауысында, бет пішінінде, қолының қозғалысында олардың эмоциялық экспрессивті жағдайларының бірыңғайлығы көзге бірден байқалады. Дарвиннің ұсынған эмоциялардың тұжырымдамасы оның көрсетілген ерекшеліктеріне байланысты эмоциялық деп аталды. Бұл тұжырымдамада сыртқы эмоциялық экспрессия көп жағдайда туа біткен болып табылады. Оның ағзаның өмірінде бейімделушілік биологиялық қызметті орындайды. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адамның қажеттеріне сәйкес келу-келмеуінің нәтижесінде пайда болып отыратын психикалық процестің түрін сезім деп атайды. Сезімдер мен эмоциялар бірнеше сапалық ерекшеліктер болады. Олар қарама-қарсы полярлы сапалықтар, актив және пассив, жігерлену және кернеуден босану немесе шешілу. Қарама-қарсы полярлық сапалықтар олар сүйсіну, сүйсінбеу, көңілдену, қажу, шаттық, уайым. Актив олар жауапкершілік, жолдастық, достық, айбаттылық.
пассив уайым, енжарлық, көңілсіздік. Жігерлену және кернеуден босану немесе шешілу ол мәреге жетуі шешуші кезеңдерден тұрады. Субъективті толғаныстарға байланысты сезімдер екі топқа бөлінеді. Олар тіршіліктік қажеттіліктерді қанағаттандырып, рахатқа бөлеуші ұнамды сезімдер, екінші орындалмауына қанағаттанбау кейпіне түсіретін жағымсыз сезімдер. Орындалып жатқан адам қажеттіліктерінің деңгейіне орай сезімдер екі түрге бөлінеді. Олар қарапайым және күрделі. Қарапайым сезімдерге ашу, уайым, қызғаныш, ал күрделі сезімдерге моральдық, эстетикалық және отансүйгіштік. Күрделі эмоциялар, эмоцияның бір түрі аффекттер. Аффекттер дегеніміз қысқа аз уақыт созылса да, бұрқ етіп қатты көрінетін эмоцияның түрі. Аффекттер кейде адамның бүкіл психикалық кейпін бұзып, мәнерлі қозғалыстарға толы ерік күшінің әлсіреу жағдайында өтеді. Аффекті кезінде адамның есі шығып кетпейді. Дені сау адамдарда болатын аффектілер адамның жеке басының кемшілігі деп түсіну керек. Күрделі эмоциялардың бір түрі құмарлық. Құмарлық адамның ойы мен әрекетінің негізгі бағытына із қалдыратын күшті, терең, тұрақты эмоция. Құмарлық өзінің қоғамдық мәнімен бағаланады. Егер ғылым мен өнерге, еңбекке құмарлықты ұнамды десек, ойын құмарлықты, дүние құмарлықты, бақ құмарлықты, ұнамсыз құмарлық дейміз. Құмарлық кісіге жүк артады, міндеттілік туғызады, міндет борышты етеді. Бұлар еңбекке жүктейді. Еңбек ғылым мен өнеге ашылған жол деп Абай Құнанбаев адамға қажетті құмарлықты психологиялық табиғатынан деп жақсы көрсеткен. Шамадан тыс күшті тіркендіргіштер адамда көбінесе қолайсыз эмоциялар туғызады. Адамдар ұдайы қинала беретін болса, оның діңкесі құрып, берекесі кетеді. Адамның осылай шамадан тыс зорлануын психологияда стресс деген терминмен белгілейді. Жоғарғы деңгейдегі сезімдер тек адамға ғана тән. Олар ақыл-ой сезімі. Ақыл-ой сезімі адамның таным әрекетіне байланысты. Сезімнің бұл түрі балалардың оқып білім алуға, ересектердің өз қызметіне, шығармашылық пен өнерге деген көңіл-күйінің қатынасы. Адамның шындықты тануға деген ақыл-ой сезімі ең алдымен таңданудан басталады. Келесі эстетикалық сезім. Эстетикалық сезім объектив шындықты бейнелеп, оның әсемдігі мен сұлулығын, жарасымдылығы мен сенімділігін қабылдап, оған әсерленудегі көңіл күй. Әсемдікті қабылдап, оған сүйсіну, ләззаттанып, рухани күшін арттыру сезімі адамның өмір тіршілігінде біртіндеп қалыптасатын жағдай. Әсемдікті қабылдау туа пайда болмайды. Сонымен қатар адамгершілік, моральдық сезімдер. Қоғам талабына орай адамның өзінің мінезінің лайық не лайық еместігін сезінген көңіл күйді білдіреді. Адамгершілік сезімді моральдық сезім деп те айтылады. Адамгершілік сезім қоғамның тарихи дамуына байланысты. Эмоция мен сезім арасындағы айырмашылықтар олар: эмоция адамның түрлі органикалық қажеттеріне туып отыратын қысқа ситуациялық көңіл күй. Адам қуанғаннан, қамыққаннан, көзіне жас алса, не болмаса бір нәрсеге мәз болса, мұндай жағдайда ұзаққа созылмайтындығы белгілі. Ал сезімдер адамдардың бір-біріне қарым-қатынас жасау қажеттілігінен туатын және біртіндеп дамып отыратын бір сыдырғы тұрақты процесс. Екіншіден, эмоция мәнерлі қозғалыстардың көбірек байқалады. Мұнда адам өзі тек организм тұрғысынан көре алады. Ал сезімдерде мәнерлі қозғалыстар жөнді байқалмайды. Тұрақты, терең, әсерлі сезім жеке адам психологиясының басты белгілерінің бірі болып табылады. Үшіншіден, эмоциялардың қызметін лимбий жүйесі мен гипоталамус бөлігі басқарып отырады. Сезім мен ми қабығының жұмысынан атап айтқанда, динамикалық стереотиптердің әркез жасалып өзгеріп отырғанын жақсы көрінеді. Төртіншіден, эмоциялар жануарларда кездеседі. Жануарлар эмоциясы биологиялық сипаттағы реакциялардың жиынтығы. Адам сезімдеріне лайықты көріністер жануарлар психикасында кездеспейді. Ал сезімдер, адамдардың эмоциялық сезімдері қоғамдық тарихи сипатта болып отырады. Сабағымызды қорытындылай келе, назарымызды бейнематериалға аударайық. Эмоцияға ие болудың неше түрлі жолдары бар. Солардың ең бір қарапайымдыларына тоқталып кетейік. Жан-жағыңызға көз салыңыз. Қай адамдармен тонның ішкі бауындай жақын, тату-тәтті бола аласыз.
кейбіреулерді суқаныңыз сүймейді. Жаныңызға жақпайтын, жақтыртпайтын адамдардан аулақ жүріңіз. Көргенде шүйіркелесе кететін жандарды жаныңызға жақын ұстаңыз. Өзіңіз сүйетін істермен шұғылдануға уақыт табыңыз. Спорт, таза ауада қыдыру, кітап оқу, жақсы фильмдер көру, классикалық музыка тыңдау жағымды эмоциялар тудырады. Сүйікті ісіңізбен күн сайын шұғылдануға уақыт табыңыз. Жаныңыз рахат табатын істен қол үзбеңіз. Жақсы нәтижеге қол жеткенін көргенде жаныңыз шаттыққа бөленіп бір жасап қаласыз. Демалысқа уақыт бөліп тұрыңыз. Физикалық та, психологиялық жағынан да шаршап шалдығып жүру адамға ауыр соғады. Өмір болған соң бастан әрқилы нәрсе өтеді. Оларды сабырмен қабылдай білу керек. Нашар баға алу, өзге қалаға қоныс аударған сүйікті доспен ажырасу, ұнатқан қызыңыздың өзгенің қалауы. Осының бәріне көніп, сабыр сақтай білуде алдағы өмір үшін қажетті тәжірибе. Өмірден дұрыс сабақ ала білу қиындыққа төзе біліп, ауыртпалықтарды жеңе білуге үйретеді. Мінезіңді шыңдай түседі. Психологтар эмоцияны бақылауда ұстай білудің қарапайым әдісін ұсынады. Ол әдісті шартты түрде бағдаршам деп атауға болады. Өйткені әсер ету қағидасы бағдаршамның жұмысына өте ұқсас. Қызыл жарық, тоқта. Тоқтай қалда өз-өзіңе кел. Қандай шешімді де сабырлы күйде ғана қабылдауға үйренген жөн. Жақсы мен жаманды таразыға салып барып қана бір шешімге кел. Сары жарық. Мықтап ойлан. Күдік қалмаса өзің сенетін адамыңа сырыңды аш. Әр шешімді салмақтап алып барып қабылда. Әрекетіңнің соңы не боларын ойла. Жасыл жарық. Қимылда. Сан жоспардың ішінен тиімді нәтижеге апаратыныңды таңда. Және тағы бір кеңес. Өз эмоциясына әмір жүргізе білетін адамдар сирек ауырады. Ал ауыра қалса тез жазылады. Мысалдан көргендей, өміріңіз өз бақылауыңызда екенін біліңіз, және сіз ортақ әлемнің бір бөлшексіз. Бірақ соған орай эмоционалды сезімдердің шығара алатын, жаныңызға жақын, кішкентай әлеміңіздің болғаны дұрыс деп кеңес беремін. Үй тапсырмасы Canva жүйесіне жүктелген сұрақтар мен тапсырмалар және тест тапсырмасын орындап жібереміз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.